Шошқаның етін еліктен арам. Дәуіт пайғамбар бір дінбасының қатты бұзылғанын естиді. Дінбасы түнде әйелі де өзі де көңілдестерімен бір үйде зина жасап, күндіз халыққа уағыз айтады екен. Дәуіт анық қанығын бөлу үшін бір батырын жұмсайды. Ол дінбасын іздеп келеді. Қараса әйелі екеуі көңілдестерімен сайран құрып отыр екен. Батыр ашуланып барлығын шауып тастайды. Дінбасының бөлінген денесінен екі шошқа пайда болады. Ол екеуін де шабады. Бірақ ол төртке көбейеді. Төртеуін шапса, ол 8-ге айналады. Шошқаны қанша бөлшектесе, сонша есеге көбейе беріпті. Амалы құрған батыр пайғамбарға келеді. Ей Дәуіт, дінбасыны өлтіріп едім, шошқаға айналды. Шошқаны өлтірсем, көбейе береді. Не істеймін? дейді. Дәуіт, дінбасы Алланың кәріне ұшыраған, жер қабылдамады. Азғаны үшін шошқаға айналды. Енді қияметке дейін араларыңда шошқа болып өмір сүреді. Одан қашық жүріңдер, депті.